сонша қиналып, көп таяқ жеп, сонша қиналып келген қызды әке-шеше апарып врачқа көрсетпейді. Жоқ, ол үйіне келгеннен кейін ол унижениені өзінің әке-шешесінен көреді. Ол біздің қазақта ажырасып келген қызды күтіп, жағдайын жасап, оған қарау деген нәрсе жоқ қой. Бізде үйде әке, одан кейін ана, бауырлар міндетті түрде қайтып келген қызды түртеді, шұқиды, көзге шыққан сүйелді етеді. Ол бақ сонша ана жақта психикасы бұзылып келді, нерві шаршап келді деп жаны ашырлық жоқ қой бізде. Міндетті түрде ана қыздың түртесін, бір нәрсе болса сен кінәлісің, болмаса балдарың кінәлі деп шығады. Қайтып келген қызға былай жағдайын жасау, врачқа апарып көрсету, психологқа апару деген нәрсе жоқ қой бізде. Қайтып келген қыз жаман болды. Қайтып келген қыз күйеуінің үй жағында да, қайтқан келінді ешкім жақсы деп айтпайды, кетіп қалған келінді ешкім жақсы деп айтпайды, қайтып келген қызды ешкім жақсы деп айтпайды. Қыз жаман. Қайтып келген қыз жаман деп қойған болды бізде. Ол қыздың, қайтып келген қыздың тағдыры жалпы сондағы үйіне келген кезде. Көп жалғыз өсірген ана, көбінесе жалғыз өсірген ана, анау қазіргі қыздарында қажеттілік өте үлкен ғой. Мен байқағаным, кешегі мынау Мадинаның анасынан байқағаным, жалғыз өзі қызын баға беріп шаршап кеткенде, ертең қызын байға беріп құтылайын деген құтылған. Одан кейін де Мадина қанша үйіне кетемін деп те былай айтқан, былай ескерткен, бірақ ана тыңдамаған. Ол өзі тілінен тапты, барлық нәрсе өзінен деген ғой. Сондай, біздің қазақта қайтып келген қыздың тағдыры осындай. Сол үшін, құрметті аналар, қызыңыз аман болсын десеңіз, қайтып келсе де қызыңыздың денсаулығын қаратыңыз. Міндетті түрде бірінші очередь психологқа, невропатологқа міндетті түрде апарыңыздар. Екіншіден, қызыңыз күйге берген, міндетті түрде қызыңыздың жағдайын біліп отырыңыздар. Телефонмен емес, телефон қолынан түспейтін аналар бар. Жоқ, барып жағдайын көріп қайтыңыздар. Проблема болса, барып сол жерде шешіп беріңіздер, қыздар. Ол сіздің қызыңыз ғой, сіздің қызыңыз сізден басқа ешкімге керек емес екенін түсініңіздер.